Beret. Beremiz. Mаған кім тақпақ айтып береді? Қара, сәлеметсіздер ме балалар? Армысыздар, әріптестер, қонақтар. Бүгін бізге асыға көктемнің алғашқы күндерімен сегізінші наурыз мерекесі келіп жетті. Балалар, біз қазір өзіміздің қазір қандай мезгіл? Көктем мезгілі. Көктем мезгілінде не болады? Гүлдер, ағаштар бүршігін жарады. Ал енді 8 мартта балалар біздің ортамызға көктем ханшайымын шақырып алайық. Қане? Шақырамыз, я? Сәлеметсіздер ме балалар? Әне көктем ханшайым. Медина, Мен ханшайыммын, көктемнің иесімін, үлесіне не нәрсе тиетінін түсінемін тек қана отбасының бірлігі, тірлігімен сүйетінім. Мен ханшайыммын, көктемнің иесімін. Әне, шапалақ салам. Қандай керемет. Балалар, біздің ортамызға біздің әжелеріміз бар, я? Біз әжемізге әжеміз өлеңдерімізді айтсақ, бізге кәмпит әкеп береді. Қане әжелер әнін орындайық. Қатырамыз. Күнде айтып келеді, барған сайын бір жаққа кәмпит алып келеді. Әжем мені өте жақсы көреді. Әжем мені өте жақсы көреді. Мына әжеге отқандарынан келді.
Енді өзіміз сергіп алсақ қайтеді? Біз көктемнің 8 мартқа аналар мерекесіне байланысты қыздарымызды әсемдейміз. Қане, көшті. Кел, боянамыз, кел. Кел, боянамыз, кеңдер. Асылым кел боянамыз. Кел Асылым. Міне. Кел, боянамыз. Міне, қараңдаршы қыздар. Қайшысын алып қойшы, қайшысын. Жоғары алып қойшы. Міне, қане, өзімізді әдемілеп